Келесі 1156 есебіміз. Автотуристер бірінші күні барлық жолдың 36%, екінші күні 39%, ал үшінші күні қалған 180 км жолды жүрді. Автотуристер барлығы неше километр жол жүрді? Бастапқыда барлығы бізде 100% жол болады. Одан азайтамыз, 36%-ын жүрді бірінші күні, және екінші күні 39%-ын жүріп қояды. Үшінші күні қанша пайызын жүргенін білейік осы жерден, яғни 100%-дан азайтамыз 75%-ға. Оның нәтижесі 25%-ға тең. Яғни үшінші күні 180 км жол жүрді, ол бізде 75%-ды құрайды екен. Енді бастапқы 100% қанша болатын осы жері арқылы білуге болады. Сонда 180%-ді бөлеміз 25%-ға, көбейтеміз 100-ге. Оның нәтижесі 7,2 болады, көбейтілген 100. Жауабы тең болады 720. Сонда барлығы 100% жол 720 километрге тең екен. Келесі 1157 есебіміз. Оқушының үй кітапханасындағы кітаптардың 4/1-ін бірінші сөреге, 40%-ын екінші сөреге қойды. Қалған 28 кітапты үшінші сөреге қойды. Оқушы үй кітапханасында неше кітап бар дейді. Бастапқы 100% дейік. Сол 100%-ның 4/1-ін табақ, яғни 4/1 бөлігін табамыз. Ол бізде 25%-ға тең. Яғни бірінші сөреде 4/1 деп отқанымыз 25% екен. Екінші сөреде 40% бар. Яғни жалпы барлығы бізде 100%. Одан азайтайық, 25% қосылған 40%-ды. Оның нәтижесі тең болады бізде 35%-ға. Яғни 35% деп отырғанымыз ол 28-ге тең екен. Енді бастапқы 100%-ды таба аламыз. Ол үшін 28-ді бөлеміз 35-ге, көбейтеміз 100-ге. Тең 0,8 болады, көбейтілген 100. Жауабы 80-ге тең екен. Сонда оқушының үй кітапханасында 80 кітап бар екен. Келесі 1158 есебіміз. Құйманың 80% алюминий, қалғаны мыс дейді. Яғни бастапқыдағы 100% болатын болса, оның 80% алюминий екен, оның қалғаны мыс, яғни 20% мыс. Құймадағы алюминийдің мыстан 800 граммға артық дейді. Құйманың массасы қандай? Сонда қанша артық болады? Бізде 80%-дан азайтамыз 20%-ды, сонда 60%-ға тең болып тұр ғой. 60%-ға артық болып тұр. Енді 300 саны бізде сонда 60%-ға тең болады. Бастапқы 100%-ды білу үшін 300-ді бөлеміз 60-ға, көбейтеміз 100-ге. Сонда жауабы тең болады. 5 болатын болса 500 граммға тең болады екен. Құйманың массасы қандай? Сонда 500 граммға тең. Келесі 1159 есептің біріншісін шығарайық. 12 көбейтілген 35 көбейтілген 72, ал бөлшектің бөлімінде 25 көбейтілген 54 көбейтілген 28 сандары тең. Енді қысқартайық. 35 пен 25-ті қысқартамыз, 5 санына 7 болады. 5-ге қысқартсақ 5 болады. 9-ға қысқартсақ 8 болады, 6 болады. Енді 12 мен 6-ны қысқартсақ, ол 2 болады. Қысқартамыз 2-ге 14 болады. Ал 14 пен 7-ні қысқартатын болсақ 2 болады. Сонда 8 бен бізде қысқартатын болсақ 4 болады. Сонда 4 бөлінген 5 қана болады. 4 бөлінген 5. Ол дегеніміз 0,8-ге тең екен. Келесі екіншісін шығарайық.
62 көбейтілген 5 қосылған 62 көбейтілген 15. Бөлшектің бөлімінде 31 көбейтілген 35 азайтылған 31 көбейтілген 15. Тең. Бөлшектің алымнан 62 санын жақша сыртына шығарып жібереміз. Сонда 5 қосылған 15 болады. Ал бөлшектің бөлімінен 31 санын шығарып жіберейік. Жақшаның ішінде қалады 35 қосылған 35 азайтылған 15. Тең. Қысқартып жібереміз. 2 болады. 2 жақшаның іші бізде 20-ға тең болады. Бөлшектің бөлімінде азайтатын болсақ 20-ға тең болады. Сонда 20 мен 20 қысқарып кетеді де 2 санының өзі ғана қалады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 5а қосылған 6а қосылған 7а бөлшектің бөлімінде 24а азайтылған 15а. Ұқсас мүшелер болғандықтан біз қосып азайта береміз. Сонда 18а болады. Бөлшектің алымында бөлімінде 9а. А мен А қысқарып кетеді де 18-ді 9-ға бөлетін болсақ 2-ге тең болады. Келесі 1160 есептің біріншісін шығарамыз. 15% 60-қа тең сан дейді. Оны білу үшін, яғни бастапқы 100% бөліп білу үшін 60-ты бөлеміз 15-ке, көбейтеміз 100-ге. Тең болады. 60 пен 15-дің бөліндісі 4-ке тең, 4-ті көбейтеміз 100-ге. Сонда жауабы 400-ге тең болады екен. Яғни 400-ге тең екен. Енді 60-тың 60% 15-ке тең сан. Сонда 15-ті 60-ға бөлеміз. 15-ті бөлеміз 60-ға, көбейтеміз 100-ге. Сонда 0,25 болады. Көбейтілген 100 нәтижесі де болады 25-ке. Сонда бізде 15-тің 60% үлкен болады. 400 бен 25 салыстырғанда 400 саны көп болады екен. Келесі екіншісін шығарамыз. Екіншісінде 20% 16-ға тең сан. Яғни бастапқы 100%-ын білу үшін 16-ны бөлеміз 20-ға, көбейтеміз 100-ге. Оның нәтижесі тең болады 0,18, оны 100-ге көбейтетін болсақ 80-ге тең болады. Екінші 16% 20-ға тең сан дейді. Оны білу үшін 20 санын бөлеміз 16-ға, көбейтеміз 100-ге. Оның нәтижесін 1,25-ті 100-ге көбейтетін болсақ 125-ке тең болады. Сонда 125 пен 80-ні салыстыратын болсақ 125 бізде көп болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 4% 20-ға тең сан. Яғни 100% табу үшін 20-ны бөлеміз 4-ке, көбейтеміз 100-ге. 5 болады, көбейтеміз 100, 500-ге тең екен. Ал 8% 40-ға тең сан, 40-ты бөлеміз 8-ге, көбейтеміз 100-ге. Сонда 5, 500 болады екен. Сонда екеуі бірдей сан екен. Тең болады. Келесі төртіншісін шығарайық. 35% 56-ға тең сан. 56 бөлінген 35 көбейтілген 100 болады. Оның нәтижесі сонда 160-ға тең екен. Ал 56% 35-ке тең сан болатын болса, бастапқы 100% табу үшін 35-ті бөлеміз 56-ға, көбейтеміз 100-ге. Нәтижесі тең болады 62,15-ге. 160 саны мен 62,15 санын салыстыратын болсақ, 160 саны көп екен.